Елімізде кәмелетке толмаған балаларға қатысты зорлық-зомбылық мәселесі өршіп тұр. Десе де ол ашық айтылмай, көп жағдайда жабулы қазан жабулы күйінде қала береді. Ал егер ауруын жасырған өледі деген тұрғыда қарасақ, бұл мәселені талқылаудың қаншалықты маңызды екенін түсінеміз. Бүгін Түркістанда облыстық ата-аналар форумы өтті. Шараның басты мақсаты отбасылық тәрбиеге көңіл бөлу, әсіресе балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу. Ресми дерек бойынша 2023 жылдың алғашқы 3 айында кәмелетке толмағандар арасында 30 суицид тіркелсе, өзіне қол жұмсау фактілерінің саны 100-ден асып жығылады екен. Статистика бойынша 22 жылы 155 баламыз суицидтан қайтыс болған, 309 бала қол жұмсаған өзіне, бірақ енді аман қалған, бірақ ол да енді өкінішке орай ойланып көру керек. Зорлық-зомбылыққа бізде 1 шілде күні жаңа зорлық-зомбылыққа өзгеріс заң шығады, өйткені жаңа кейбіреу жаңа баптары өзгеріс, жақсы өз қатаң өзгерістер болады. Өйткені отбасындағы зорлық-зомбылық көрген бала, оның психикасы да, психологиясы тағдырына өте мықты әсер етеді.